Rayondagi bratandar Turkiyada. Yaqin жаңбырлардың өзі андай бүлөрім деп жауа ма бір бәле. Сол айтамын. Бүлөрім қылма сақал араласып жауа ма андай. Братан, ана Дениз Мелих дейтіндер ана көшеде тұрады дейді ғой. Қош? Барып Дениздің соңғы серияларын көріп қайтайық та живая. Брачки бар ыстық шай алып алып. Кейін артына барып, жақсы адамдарым деген музыканы тыңдап отыратын болып тұр. Қалай братан, Полат Алимдарға ұқсап тұрмын ба? Пальтоң қысайды, бірақ түрің құшшы болып тұр ма Юсуфтаға кеттеріп басшы. Қош братан. Брачки ойлап қоямын да, құрт жүре бермей донер ашып алу керек еді дейтін тема осы жақтан шыққан сияқты. Нақтың бәрі донер ғой. Райондағы братандар. Одан брачки демекші едесің ба? Бар ма братан? Еба, сендер кәм братандардың көзінше темекші кетін боласың. Қош. Шегем 2007 ғой, өстік қой шегемізді. 2007, Иә, өстік. мыналар, Ау, аманатым айта бер. Сыртта балдармен тұрғам ғой. Жеңгелерің ғой. Давай пупсик сосын звондайын. Давай. Не болды да? Ача братан, жеңгешкімен айырылысып кеттіңіздер ма? Қатты жақсы көретін едіңіз ғой братан, Не болды? Кім? Қалынан кейін туысқаным ғой братан. Өйде отыр? Мен ұрғанға айтып жатыр да. Нормально, біз жақсы көрем ғой, брачка ойнап жатырық та. Братаным деп айтып келсек. Оны қақпайды тең келесі ғой. Малыс. Ойнап тұрайық енді, дайындалып өзіміз. Берейші. Мен ойнап жатырмын. Сенің пантар из роднойың. Адмай, номерді қарсы? Брат, номері қалсың ба? 994 бақ қанша қалдың братан? Қанша қалды деп ойлайсың? Примерно енді номермен, сөздермен 1 миллион болған шығар. Бір пашық темекімен мұзды дизи беріп алуға. Еркекше ма? Еркекше. Братан Қытайға жұмысқа кетті деп ғой. Чекижан бар ғой, үйіне шақырған қонаққа. Қой шейді ғой. Еркекше, екеу отырып час битін екіншісін көрген ғой. Багажнигіңді ашып жібересің, бір зат аласың ше? Аяғымен битсең ашылады ғой. Битсең ашылмайды шығаршы, не? Ады барда істеп көрші, бите саласың. Қымбат машина просто. Брат, өзің алып келіп бере салшы, алып қаламын ғой. Да. Немен заказ беріп отырсың? Dolce Gabbana'дан 300 мыңға түрсе алғанмын, соның доставкасы ғой. Братан, не жейсің? Осьминог бар ма? Осьминог бар ма? Білмеймін мына жерде бірақ. Жатар орынға осьминог әдем кетеді да, мен ана біз неде тұрдық Италияда. Постоянно осьминог жейміз ғой, жатар алдынша. Тез қорытылады да. iPhone 15 ғой, 1 терабайт. Қанша қалды деп ойлайсың? Примерно 1,5 миллион болып тұр ғой осының бағалары. $100 қалған. Қумаш брат, қандай $100? Біздің братан ана Apple'да істейді ғой Америкада. Заводтан шыққан күні сат. Бро, менде 120 миллион шықпайды, 80 миллион бар, жіберейін ба? Давай, қазір, счетыңа алдыр. Дос бала машина алып жатқан ғой, просто. Porsche новый шықты ғой. Братан, сен үйінде кожаный диван бар еді, сол пілдің терісінен жасалған ба? Таза кожа екен, иіскеп, бірақ сендер пілмейсің, білмейсіңдер дағы. Егер де мен бай болсам. Алло, Тони, түскі асты қаяқта ішейін деп жатсың бүгін? Дубайда? Жынтысың ба, кухняда ішпейсің ба? Дубайға билет алыңдаршы. Болды. Аға, туған күніңізді Марста жасасақ па деймін? Инопланетяндар мазаны алып қоймай ма олар? Алып қояды негізі. Бір андай дәу самолет табыңдар да, бассейні бар, аспанда жасайық та. Ойлап тұрмын да, елбасымыз сияқты бір қала тұрғызсам ба деп. Қиын болып кетеді ол. Қиын болып кетеді. Район, бір район. Ол да қиын болып кетеді ол. Двор ма, двор? Үйіңізді ремонттап алсаңызшы білеш. Соны бітіріп ал. Роналдуға айтыңдаршы, мен постына салсыншы. О, $1,5 миллион тұрады ғой. Анау Дубайда коттеджім сатасаңдар мен. О, жетпейді ол. Сторисқа ма, репостпай, хотя комментарий жазып кетсін. Қолтырауын терісінен жасалған сағатын тағайын ба, или анау қасқырдың терісінен жасалған тағайын ба? Қандай теріден тақсаңыз да бәрі бір уақытты көрсетеді. Сенің вообще оқымайтын класстастар. Саламатсыңдар ма оқушылар? Не дед? Немен үйіме қонып шықпайын? Айтпасаңыз шапай ондай. Не дед? Атаң салып берпейді, ана мектепті тардан аяғымды. Апай, менің атам салған ғой. Қойш? Апай, білмейсіз бе? Медеттің атасы салған ғой. Жұмыстан шығарып жіберейін ба? Мектептің ремонтына 1000 теңгеден жинаймыз. Қай идея бар ғой? Сол ақшаны мемлекеттің өзі беру керек. Сол біз чисто оқуымыз керекпіз. Оқымыстылар. Болды апай, ертең алып келеміз ғой. Родной. Мен кірдәш.
Қалмай класстың арты жап-жасыл болып барады ғой. Қыздар, ұлдар қазір биологияда менің бірінші айтайыншы сабақым вообще бағам жоқ, мақұл? Биология апай, кемиткен бүгін ауырып жатыр, больницада жатыр. Өмір мен оқып қойған кезде өседі, маған бәрібір үйіне барып болмаса больницаға барып айтамын мен ешкім. Сенің шаштар роднойың. Қандай боламыз? Полубокс қой братан. Айтпайсың ба жаңадан бері? 2 сағат болды қарап жүргенім. Маугли болып кетейін депсің бе? Қазір тазалап жүрейін. Мына кімге алдыртып едің бұған дейін? Үй жақта бір братанға алдырып тұрам ғой. Арт жағың кішкене қисық алып жетті да? Інім басында 3 орай бар екен ба я? 2 орай ғой братан, біреу алдында, біреу артында. Үшіншісі өкінішке орай ғой. Кешірім сұрайын. Армай ма? Салқындау. Енше. Салқындаудан сен салқындауды братан. Енше. Братан, мұздай. Ей, ыстық су жоқ бізде. Братан, не істеп жатсың? Ойбай. Полотенце бітіп қыпты бізде. Или ары қарай қайырамыз ба? Жоқ ей братан, кереміз. Болды. Басқандай себебі болды. Құлақ керек ба? Мен үйден шығып кеттім, шкаптың ішін көрсек. Шкапты ашасын, ортасын. Сол жерде тұр. Жадам, болды. Есің дұрыс ба? 2 сағат істедің ба? Тұрсын да солай, қатырып бердің. Охранник роднойың. Тамыр сенде анау. Бензема дейтін соның видеосы бар ма кеше? Бір жерден көрдім да, таппай қалдым. Бірақ машина қоюға болмайды. Ұрсат бізге баста, ұрсат. Кәсіпке айт десе бауырым. Кәсіп. 872. Кәдімгідей күзетпін десе, ма десе. Өзгеріп әйтеуір, жан жақтың бәрі движение болып, еще 5 маусым референдум деп өзгеріп жатыр. Не референдум дейді? Референдум не екен білмейсің бе? Жоқ. Бар Google-да ашып қара. Заң бәрі өзгеріп жатыр ғой, сен жүрсің. Бар қара бар. Какая здоровье. Қалайсың деп жатырмын ғой енді. Ой, білеміз бізде орысша. Ауылға нотариус деген сөз мен алып келген жоқпын ба? Бүгін концерт, шоу моу жатыр да. Бүгін қыздар мас болып шықса, бастықтан сұранамын да, біреуін ұстап алайын деп тұрсың қайратшы. Жатпайсың да? Движение, сындырып сөйлесіп қандай стақай.